Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым. Бүгін 5 мамыр. Автобазардамыз. Көліктерді түсіруге, бағасын білуге келдік. Hyundai Sonata 2011 жылғы 1.6 автомат 4.600.000 сұрап жатыр. Келісім бар дейді. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Сырық жырық, мыжылған жер, ұрылған жер жоқ. В целом жақсы бәрі. Mercedes C250 2014 жылғы жаңадан айдалып келген дейді. 1.8 объем 8.800.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Мыжылған, сызылған ешкімге жоқ. Ішкі салоны әдемі, тап-таза. Салоны кожа, орындықтар бәрі жақсы. Мына жерде рем деген пикап тұр екен. Бағасын біліп қайтайық, өте де екен үлкен. 2022 жылғы дейді. 5.7 автомат. Бағасын жазбаған. Тундраның бір түрі сияқты. Сыртқы шанағының жағдайы өте жақсы. Lexus GX 470 2007 жылғы 12.700.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Toyota Prada'nın bir түрі ғой. Артқы жағы осындай. Toyota Camry 75 2021 жылғы 2.5 15.500.000 сұрап жатыр. Передний привод дейді. Салоны бәрі кожа дейді. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Lexus S250 2018 жылғы 2.5 автомат 22.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы өте жақсы. Аха. Сырылмаған, бәрі жақсы. Жағдайы жалпы жақсы. Ішкі салоны мынандай. Әдемі келген. Кожный салон. Клиента привел, Хасан. Toyota Venza 2021 жылғы 2.5 18.500.000 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Нарт жағынан былай екен. Гибрид. Расход 5,5 литр. 5,5 литр, аха. Машина идеальный. Тоқпен де жүре береді сонда, аккумулятор бар ғой. Аккумулятор. Мотор 2,5 мотор.
Мына жігіттер осындай алам десеңіздер, осындай жақсы көлік бар екен, гибрид. Мен бар, если арзан машина болса, маған үйіне ақша жеткізіп жатыр да бітіруге. Аха. Бір пределах 10 миллиондық машина болса, 10-12 миллион. Аха. Үстінен Доплатамен ба? желательно 4 еді бұл. Мына номерін қалдырдым жігіттер. Болмаса осы кісіге хабарлассаңыздар болады. Жақсы, саудаңыз жүрсін. Lexus GS 250. Екі мың 13 жылғы Европадан алып келінген 2.5 авион 13 миллион 300 сұрап жатыр. Кожаный салон дейді. Сыртқы шанағының жағдайы өте жақсы. Porsche Panamera 2012 жылғы 3.6 автомат 17 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы өте жақсы. Көлік базарында Porsche Panamera кездесе бермейтін. Осы қанша түсірілім болып жүрді. Жақсы көлік. Audi 100 переходка. Сексен жетінші жылғы 2.3 механик 1 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы көздің жағдайы орташа. Mercedes Kaban 98 жылғы автомат 3.2 8 миллион 800 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы, сыртқы шанақтың жағдайы жақсы. Кузовы мыжылған, сырылған, ұрылған жерлері жоқ. Ішкі салонын қарап жіберейік. Бәзі өзі орында тұр. Жақсы сақталған. 98 көлікте. Батырмалары бәрі өзінікі орнында тұр. Ешінге алынып, салынып өзгермеген. Қарап отырсаңыздар. Кішігірім дисплей бар екен даже. Салоны кожа. Арт жағын түсіріп жіберейік. Арт жағы да тап-таза. Кожа. Бәрі жыртылмаған, тап-таза, керемет сақталған десе болады. Жақсы. BMW 520
93 жылғы 2.5 механика 2 миллион 300 сұрап жатыр. Келісім бар дейді. Сыртқы қаңқасының жағдайы орташа. Ішкі салоны осындай. Android дисплей. Жалпы таза. BMW 94 жылғы 1.8 автомат 2 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Салоны мынандай екен. Артқы жағы. Көлік көріп жатып, мынандай кептерлермен қораздарға тап болдық. Күшік сатып отыр екен нарықта. Мына жақта кім? Рекс па немене? Овчарка. Үріп қояды. ЗАЗ Шанс 2011 жылғы 1.5 механика 1 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Volkswagen Golf 4. жылғы 1.9 дизельмен жүретін механика 2 миллион 300 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы. Әдемі боялған. Жаңартылған секілді. BMW X5 2002 жылғы 3 объем 4 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Ұрылған, сарылған жоқ. Іші соланы кожа. Артқы жағында кожа. Люк бар. Жақсы сақталған, жақсы машина. Тағы да бір кабан көріп қалдық. Mercedes 320. 97 жылғы автомат 4 миллион 600 сұрап жатыр. Сыртқы кузовының жағдайы жақсы.
Салоны чехол киісіп қойған екен. Іші таза. Артқы жағы да таза. Люк бар екен. Жақсы. Екі терезесі бар екен. Toyota Carina 94 жылғы 1.6 механик 1 миллион 500 сұрап жатыр. Кузовының жағдайы орташадан төмен. Toyota десятка 95 жылғы 2.2 автомат 2 миллион 600. Срочно сатылады. Срочно сатылады дейді. Toyota Carинамыз. Ақша керек болып отыр. Срочно сатылады. Номерлері бар. Осы кісілердің хабарлассаңыздар болады. Мына жақта Nexia'лар тізіліп қапты. Жиналып қапты Nexia'лар үшін бағаларын біліп жіберейік. Мына Nexia'ның бағасы жоқ екен. Мына Nexia'ның да бағасы жоқ. Ешқайсының бағасы жоқ қой. Мына Nexia'ның көріп жіберейік. Бағасы не дейді екен. 2010 жылғы 1.6 механика 1 миллион 100 сұрап жатыр. Жарайды, мына Nexia'ның бағасын көрейік. Бағасы жоқ. Мына Nexia'ны жылтырлатып тастапты. Бағасы жоқ. Газ орнатып қойыпты мына Nexia. Бұның да бағасы жоқ. Неге бағасын жазбайды екен? Комментарийде жазып беріңіздер. Не үшін бағасын қоймайды екен бұл кісілер? Chrysler автокөлігі 2008 жылғы 7 миллион 500 сұрап жатыр. Сыртқы шанағының жағдайы жақсы. Артқы жағы осындай. Ішкі салон көріп жіберейік. Ішкі салон осындай. Орындықтары велюр. Android бәрі бар екен. Артқы жағы осындай. Іші таза, жалпы жақсы. Жаман емес. Camry 35 2004 жылғы автомат дейді. Кондиционер бәрі бар деп тұр бізде. 2.4 объемы 5 миллион 100 сұрап жатыр. Сыртқы шанақтың жағдайы жақсы. Шірік мірік жоқ. Бәрі жақсы. Range Rover. Екі мың 2009 жылғы 4.4 9 миллион сұрап жатыр. Сыртқы шанақның кузовының жағдайы жақсы. Mercedes C180 2009
94 жылғы 2.8 коробка автомат 3 миллион 700 сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы жақсы. Генезис кореялық автокөлік. Бағасын 2021 жылғы 2.2 турбо, коробкасы автомат 19 миллион сұрап жатыр. Сыртқы қаңқасының жағдайы өте жақсы. Сыртқы шанақтың жағдайы өте жақсы.